Сәлем балақай, Зерек бала каналына қош келдің. Бүгін біз 4 сынып оқулығы бойынша жаратылыстану пәнінен пайдалы қазбалар деген не деген тақырыппен танысамыз. Балалар, жаңа тақырыпты өтпес бұрын үй тапсырмасын есімізге түсіріп алайық. Мен сіздерге бір пікірді оқимын, сіздер оның дұрыс-бұрыстығын маған айтасыздар. Дұрыс болса дұрыс дейсіздер, айтылған ақпаратым дұрыс емес болса дұрыс емес деп айтасыздар. Бойынан электр тоғын өткізетін денелер электр өткізгіш деп аталады. Дұрыс балалар, жарайсыздар, бұл пікір дұрыс. Розеткаға металл зат салған қауіпті емес. Жарайсыздар балалар, әрине ол өте қауіпті. Бұл пікір дұрыс емес. Электр тоғымен жұмыс істегенде ылғал заттарды қолдану керек. Дұрыс айтасыздар балалар, бұл пікір де дұрыс емес. Яғни сіздер үй тапсырмасын өте жақсы біледі екенсіздер. Балалар, енді жаңа сабағымыздың тақырыбын білу үшін пазл ойынын ойнап алайық. Дұрыс балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы пайдалы қазбалар не деп аталады. Бұл сабақта сіздер пайдалы қазбалардың не екенін және олардан қандай заттарды қолдануға болатынын білетін боласыздар. Балалар, пайдалы деген сөзді қалай түсінесіздер? Дұрыс айтасыздар, пайдалы адамға қажет, пайда келетін, күнделікті өмірде қолданылатын нәрсе. Енді суреттегі нысандарды қарап, оның қандай пайдалары бар екенін айтыңдар. Өте жақсы. Көмір үйді жылытуға, электр энергиясын өндіруге пайдаланылады. Тұз адамға тамақ ретінде пайдалы, денсаулыққа қажет. Алтын әшекей бұйымдар жасауға, техникада қолданылады. Тас, қиыршық тас жол салуға, құрылысқа қолданылады. Кірпіш үй, ғимарат салуға қолданылады. Автокөлік адамдарды және жүктерді тасымалдауға қажет. Енді оларды қайдан алады, немесе қалай жасайды? Көмір, алтын жер қойнауынан алынады. Тұз жерде немесе тұзды көлдерден өндіріледі. Тас карьералардан алынады. Кірпіш саз балшықтан жасалады. Автокөлік зауытта табиғаттан алынған шикізаттан жасалады. Шикізат, отын, түрлі материалдарды өндіруге қолданылатын ресурстарды қалай атауға болады? Жер қыртысынан қазып алып, адам қажетіне жарататын табиғи ресурстарды пайдалы қазбалар деп атайды. Балалар, енді металдар мен олардың қолданылуы туралы сәйкестендіру ойынын ойнайық. Мысалы, мыс не нәрсе? Мыс сым болады. Дұрыс айтасыздар, алтын сағат, алюминий қасық, темір машина. Яғни біз қазба байлықтары мен олардан жасалатын заттарды бір-бірімен сәйкестендірдік. Балалар, енді топпен жұмыс жасайтын уақыт келді. Сіздерге тұрғын үй берілген, көп қабатты және жер үй берілген. Сіздер осы үйдің бөліктеріне назар аудара отырып, қабырғасының, есігінің, терезесінің, сол сияқты басқа да бөліктерінің қандай материалдардан жасалғанын және оның қандай пайдалы қазбалардан жасалғаны туралы қорғайсыздар. Балалар, ендігі кезекте жұппен жұмыстың кезегі келді. Сіздердің алдарыңызға әртүрлі табиғи ресурстар таратылып берілген. Сіздер ол қандай пайдалы қазба және оны қайда қолданады деген сұраққа жұппен жауап бересіздер. Балалар, үйге өздеріңіздің тоқтаған деңгейлеріңізді әрмен қарай жалғастырып келуге болады. Балалар, бүгінгі сабақта нені меңгердіңдер? Бүгінгі сабақта нені жасай алдыңдар? Енді бірінші деңгей тапсырмаларын жеке және хормен қайталайық. Тамаша, жарайсыңдар балалар, қош сау болыңдар.